Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақта енгізу операторымен жұмысты жалғастырамыз. Есіне қайталап түсірейік. Енгізу операторы. А тең осы аға енгізу үшін мәнді input деп жазамыз. Және де жауап экранға шығару үшін print деп аның өзін қайта шығаруға болады. Енді енгізу операторының қосымша түсініктеме жазуға болады. Инпуттың ішіне жазған сөзіміз не енгізетінімізді түсініктеме ретінде көмекші болады. Мысалға enter your name дейік. Атыңызды енгізіңіз деп. Көрейік. Enter your name дейді. Омар деп шығарды. Өткен жолда программамызды кішкене күрделендірейік. Hello. Және де бұған атымызды тіркейік. Hello, Омар болатындай. Enter your name дейді. Johnny. Read string name is not defined. Name деп жазып қойыппыз. Johnny. Hello, Johnny. Енгізу операторы тағы да осындай мүмкіндігі бар. Яғни түсініктеме жазуға. Енді ада қайталау болсын. Енгізілген енді программа істейік. Біздің мәліметті жинайтын, біз туралы мәлімет жинайтын программа жинайық. Name дейік. Допустим, H дейік. Жасын сұрайық. Enter your. Тағыдан жасы, аты. Жарайды, осыны екеуін шығарайық. Hello демей қойып, тек қана енгізілген атымен жасын шығарайық. Пробел бар. Омар 25 дейді. Солай. Енді сіздерде сұрақ болып жатқан шығарна. Неге қосу, бұл бір-біріне қалай қосылып жатыр жолдар? Екі сөз бір-біріне қалай қосылып жатыр? Бұл нені білдіреді қосу дегеніміз? Қосу дегеніміз ол егер де жолдық тип болса, яғни сөздерден тұратын болса, бұл қосу
қосу екі жолды бір-біріне жалғайды. Мысалға С деген айнымалыны алайық. С деген мысалға айнымалы және де Д деген айнымалымыз, допустим, және енді F мысалға егер де С мен Д-ны қоссақ, ол екеуі де жолдық тип қой, яғни сөз болғандықтан олар бір-біріне жалғана салады. Өздеріңіз көрсеңіздер, print F десек, name бір-біріне жалғасып қалды. Не осыны білдіреді? Ал егер де бүтін сандарды қосу деп жүрсек, бүтін сандарды немесе нақты сандарды қосу болса, онда ол кәдімгідей математика амалдары сияқты қосылады.